Қайырлы таң Қазақстан, еліміздің әр таңы осындай асқақ әуенмен атса жүрекке нұр құйылып, жанға қуат біткендей болады. Күмбірлеген күймен қалықтаған ән, қазақтың рухы, ұлттық үні, азат елдің аспанында шырқалған өз елім әні әрқайсымыздың жүрегіміздегі туған жерге деген шексіз махаббатты тербеп өткендей. Бәріне сәлем. Осы бір сәтте сахнамыздың төрін әсем әнмен ашқан ұлттық ұланның ерлер хоры ел тыныштығын күзетіп қана қоймай, өнермен де рухымен сыйлап жүрген айбынды ұжымға шынайы алғысымызды білдіреміз. Балғын, бүгінгі эфирді екі бірдей нәзік жанды болып ашып жатқанымызды байқадың ба? Әрине, Құдай бергенде сәл еркелетіп алайық, иә? Келістік. Ардақты көрермен, баршаңызды отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 7 мамыр ел қорғаны болған ерлерге құрмет көрсететін, батылдық пен батырлықты дәріптейтін айрықша күн. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, мереке құтты болсын. Рахмет. Әдетте мерекені қалай тойлайсыздар? Жалпы 7 мамыр отан қорғаушылар күнінде біз демалмаймыз. Шынымызды айтсақ, өйткені іс-шара деген жаңа концерттік бағдарламалар өте көп. Анда-мұнда, сол үшін біз мерекеден кейін, бір-екі күннен кейін тойлаймыз. Жалпы осы мереке күндері сіздерден үнемі сұралатын ән. Қандай ән? Осы мерекеге орай ма? Иә, осы 7 мамыр күні. Жаңағы әндер сияқты әндер, патриотикалық әндер, қазақ әндерін көбінесе сұрайды. Әскерден болғандықтан. Одан кейін мерекелеріңізбен Балғын сөзіңді бөлсем. Әрине, бір сұрақ. әрине. Әскери адамдар әдетте ерте шаңырақ көтереді дейді. Бұл қаншалықты рас? Және бүгін неше дал шылық алдыңыздар? Енді бұл статистика қайдан пайда болғанын білмейді екен, бірақ енді әртүрлі. Ондай қатып болған де жоқ. Барлық жас сайынан отау құрып, жаңағыдай отбасын құрады деген. Әртүрлі ол, қалай, кімге қалай келеді. Ал жаңағы шұлық жағы ше? Шұлық жағы әлі ешқандай сыйлық алмады. Енді алады шығармыз. Күтесіздер. Күтеміз, иә. Жақсы. Одан кейін сіздерге мынандай үнемі пікір айтыла ма? Мен сені қатал деп ойласам, әскери адамсың ғой, бірақ өмірде мұндай емес екенсің ғой деген. Әрине, ол бізді жаңа формамен тұрған кезде көбісі сырттан қараған, сырттан көрген кісілер. Енді солай көрінеміз ба сырттан, енді біз жаңағыдай серьезно болып жүреміз ғой, жаңағыдай қабағымызды сүйіп жүреміз ғой, білмеймін. Бұлай өнерден тыс, сахнадан тыс біз мүлдем кәдімгі өзіміз қарапайым жігіттерміз, ауылдан шыққан қазақтың қарадымал жігіттері, ондай ешқандай неріміз жоқ. Енді ол бір жағынан жаңа әскери форманың өзіндік бір ерекшелігі шығар, адамды жинақы ұстайтын деген сияқты. Сондықтан сырттай солай көрінуі мүмкін. Бірақ ондай емес. Жігіттер, сіздер әдетте сұхбаттарға жиі барасыздар. Қандай сұрақ жиі қойылады және қандай сұрақ қойылмай қалады? Қойғыларыңыз, естігілеріңіз келген сұрақты айтсаңыздар, сыйлық ретінде Балғын сол сұрақты сіздерге қойып береді. Жиі қойылатын сұрақтар жаңағы біздің ұжым жайлы ғой. Бастапқы сұрақ қойылатын сұрақтар қанша жігіт, қанша адам бар сапта және қаншасы жаңа отбасын құрған, қаншасы бойдақ деген сұрақтар көбіне қойылатын сол. Ал естігіміз келетін сұрақ жоқ, естігіміз келетін жауаптар болмаса. Жақсы, ендеше осы ұжымдағы достық, бауырластық туралы айтып бер десе не дер едіңіздер? Қалай суреттер едіңіздер, сипаттар едіңіздер? Жалпы негізі хор деген ол кәдімгі тірі бір организм ғой, ұжым деген қарағанда. Және де біз тек қана сахнада бірге ән айтып қана қоймай, сахнадан тыс жаңағы отбасыларымызбен, бала шағамызбен барлығы бір-бірін таниды, бірімізді жаңа мерекеге қарсаңында жаңағы үйлеріне барып, қонаққа барып, жаңа той жасайды, біз қазақпыз ғой, бізде той көп, тойларына барып, тойларында қызмет етіп, бірімізге көмектесіп, қолдап жүріп жүреміз әрқашан. Өте жақын қатынасамыз. Аға бауыр ретінде жақын араласамыз. Осы сіздер ұжым болып араласатындарыңызды айтып жатырсыздар ғой. Өздеріңізді ерекшелейтін бір ерекше дәстүр бар ма? Өздеріңіздің араларыңызда? Бар. Қандай? Әр ай сайын өзіміз жігіттермен жиналып моншаға барамыз. Моншаға барасыздар. Бізде осы жерде өзіміздің Пареншегіміз бар. Орысша айтқанда банщигіміз бар. Біреу жаңағы тамақ жағын жақсы қатырады, біреу ұйымдастыру жағынан жақсы, біреу жаңағы баняны парларын келтіруге жақсы. Кім қай жағын мықты,
барынша атсалысып жаңағыдай бір енді айына бір рет 2 айда бір рет жолығып жаңағыдай бір демалып отырамыз солай. Күшті. Мереке құтты болсын. Сәлем, құдай берген. Ешкім іздемей ма сонда? Мен ешкім қарамай ма сонда? Біз ойладық бүгін сізде демалыс па деп мереке қарсаңында. Иә, мен де сөйтіп ойладым. Ұлттық ұланмен бірге шығайыншы деп ойладым, бірақ соңында Құдай берген құтты сенің болсын, орның мұнда. сіздерге мереке құтты болсын. Осыны айту керек міндет шығар деп ойладым. Мәселен, сіздердің қастарыңызда тұру, иық тіресіп бір қатарда тұру мен үшін үлкен абырой болды. Дегенмен балғынның қасына қосылайын, иә? Саған осы жер көбірек жарасатын сияқты. Көңіл күйің қалай? Мерекең құтты болсын. Өте әдемі сұхбат жүріп жатыр екен. Мен Құдай кедергі берген. келтірмей, ауыл Мерекеңмен. Енді менің жігіттерге сұрағым бар. Жаяу адам жатып қарайтындай, атты адам түсіп қарайтындай көрікті серлер екенсіздер. Мен алгоритмдерді жақсы көрем. Сонымен араларыңызда неше бойдақ бар, және неше үйленген әскери адам бар. Жаңа айттық қой, жиі қойылатын сұрақтардың бірі деп. Енді бізде дәл қазір құрамымызда 11 адам. 11 адамның 9-ы өкінішке орай жаңағыдай отбасын құрған, кәдімгі бір шаңырақтың Әттеген ай, Құдай. Айкын әттеген ай. Демек бүгін 9 адам ұшылып алады. Иә, иә. барша ер азаматтар қауымын бүгінгі айбынды мереке 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы бұл мереке тек қана жаңағы ел тыныштығын күзетіп, сапта қару ұстап тұрған сарбаздардың ғана емес, офицерлердің ғана емес, барша осы отанымыздың өркендеуіне, гүлденуіне, дамуына үлесін қосып келе жатқан барша ер азаматтардың ортақ мерекесі деп айтсақ болады. Ендеше құрметті ер азаматтар қауымы әрқашан еліміздің, халқымыздың, өздеріңіздің отбасыларыңызбен жаңағы жақындарыңыздың тыныштығын күзетіп, қорған болып, тірек болып жүре беріңіздер. Аспанымыз әрқашан ашық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Аумин. Бауыржан, бағана айттыңыз ғой, қалғанын екеуі ше деп. Екеуіне Құдай жар болсын. Жігіттер, біз сіздерден тағы да ән сұрасақ. Бәрекелді. Бәрекелді, керемет орында мың алғыс сіздерге. Рухты көтеріп, көңілді серпілткен тамаша сый болды біздің арнайы көрермендеріміз үшін. Ұлттық ұлан ерлер хоры сіздерге шығармашылық табыс, толағай жетістіктер тілейміз. Келгендеріңізге көп рахмет, мереке құтты болсын дейміз. Рахмет.